Жел шешек десе, көп адамдардың көз алдына дереу осындай зеленкамен точка болған бала елестейді. Себебі сонау кеңес үкіметі заманынан егерде ветрянка шығатын болса, үстін сразу зеленкамен бояп қою керек деген түсініктен қалыптасып кеткен нәрсе болса керек. Жалпы ветрянканы тудыратын ол вирустар болып саналады. Именно герпес тобының вирустары варицелла зостер деп аталады. Бұл вирус негізінен адамдарға тыныс алу жолдары арқылы, яғни түшкірген кезде слизистая оболочкалар арқылы жұғады. Балалар арасында кеңінен тарайтынында сол себепті. Негізінен ол ересектердің арасында да, кішкене балалар арасында да кең кездеседі. Ал кішкентай балалар жасы кішкентай кезде ауыратын болса, онда жеңіл өтеді деген ұғым бар. Негізінен бұл ауру балаларда қашан шығады? Егерде садикті алайық, например, группасында баланың ауыратын болса, бір бала ветрянкамен, онда 21 күнге дейінгі аралықта карантин жариялайды, және осы уақыт аралығында қалған балаларда ауыруы мүмкін. Енді қандай клиникасы болады ветрянка кезінде? Бірінші ол баланың температурасы көтерілуі мүмкін, 38-39 градусқа дейін көтерілуі мүмкін, және терісінде бөртпелер пайда болады. Осы бөртпенің түріне қарап, қандай ауру екенін анықтауға мүмкіндік бар. Енді қандай уақыт аралығында, мысалы сіздің балаңыз ветрянкамен ауырып қалған жағдайда, қанша уақытқа дейін ол басқа адамдарға заразны болуы мүмкін, басқа балаларға жұқтыруы мүмкін деген сұрақ туындайды. Егерде денесіне бөртпе шыққанға дейін, 48 сағат өткенге дейін, 48 сағатқа дейін сіздің балаңыз басқаларға жұқтыруы мүмкін, және соңғы бөртпе шыққаннан кейін 5-7 күн аралығында ол қоршаған ортаға инфекцияны тарататын инфекция көзі болуы мүмкін. Енді қай жерлерге бөртпелер шығады? Ең бірінші шаш арасына шығуы мүмкін, шаштың арасындағы тері қабаттарына, одан кейін ауыз қуысын. Балада бөртпе шыққан кезде денесінің температурасы көтеріліп жатса, денесін сразу қарау керек баланың. Қандай бөртпелер бар ма, тағы қандай клиникалық симптомдар бар? Именно ветрянка кезінде шаш арасынан бастап қарасаңыз болады. Ол мынандай шаштың арасына шығады, көз астына шығуы мүмкін. Ауыз қуысын қараған кезде ауыз қуысындағы шырышты қабаттарға шығады, көзіне, конъюнктивасына шығуы мүмкін. Одан кейін денесін ашып қарасаңыз, арқасында немесе іш аймағында бөртпелер пайда болуы мүмкін. Қол, саусақтар, саусақтардың бүгілетін жерлері, буын арасы, аяқтары, тіпті жыныс мүшелеріне дейін шыға береді, алақанға да шығады. Бөртпе кеңінен таралып шығады осылайша. Және осы бөртпелердің именно ветрянкаға тән өзіндік ерекшелігі бар. Ол ложный полиморфизм деп атаймыз осы ветрянка кезінде. Ол бір уақытта бөртпенің әртүрлі этаптағы түрлері кездеседі. Яғни, ең бірінші бөртпенің жаңадан шығып келе жатқан түрі болуы мүмкін. Ол алғашқы кезде просто пятно болып тұрады. Кожада қызарып, әлі теріден көтерілмейді. Бұл ең бірінші шығайын деп тұрған түрі. Екінші этапы ол осы қызарып тұрған зона теріден көтеріледі және ішіне сұйықтық толады, визикула дейміз, жидкості бар. Одан кейін келесі сатысында ішіндегі жидкость төгіліп жарылады да жара пайда болады, орны қабыршақтанады. Уақыт өте келе кішкене тыртықтар пайда болып, кейін ол жазылып кетеді. Енді көп ата-аналарда сұрақ болады. Осы мен баламда қышынулар бар, аллергия емес па деп. Қышыну болады, ол да тән болып саналады клиникасына. Бірақ аллергиямен салыстырғанда аллергияның кезінде температура көтерілмейді. Енді жүкті әйелдерде болатын ветрянканың өзіндік тән ерекшеліктері бар, соларға да тоқталып өтейін.
жүктілік кезінде егерде әйел адам ветрянкамен ауыратын болса, 20 аптаға дейін кездесетін болса, онда балада түрлі туа біткен ақаулармен туы мүмкін, асқынулар болуы мүмкін, тіпті өлімге де әкелуі мүмкін. Егерде 20 аптадан аса әйел адам босануға 1 апта қалғанға дейінгі аралықта ауыратын болса, еш нәрсе болмайды, иммунитет балаға беріледі. Енді үшінші түрі бар. Жүкті әйелдерде кездесетін, егерде босануға дейін 5-7 күн аралығында ауыратын болса, және босанғаннан кейін 48 сағат аралығында ауыратын болса, онда ол әйел адам ауырғаннан кейін баласына ауыр асқынулар беруі мүмкін. Қандай асқынулар болуы мүмкін? Балада пневмония болуы мүмкін, гепатит болуы мүмкін, және басқа да түрлі вирусты аурулардың осы герпес зостардың әсерінен жаңа туған сәбиде асқынулар болуы мүмкін. Яғни қандай жағдайда қауіпті жүкті әйел ауыратын болса, біріншісі егер 20 аптаға дейін ауыратын болса, екінші жағдай егер босануға дейін 1 апта қалған кезде, босанғаннан кейін 48 сағат ішінде ауыратын болса, жаңа туған сәби үшін ол қауіпті болып саналады. Қалай диагностикаланады? Жалпы дәрігер қараған кезде, физикалық осмотр жасаған кезде ақ балаға ветрянка екеніне диагноз қояды. Бөртпенің түріне қарайды, температурасына қарайды. Өзіне тән жаңа көрсетіп өттім сіздерге полиморфизм деп, өзіндік тән бөртпелердің болуына байланысты қараған кезде дәрігер сразу диагноз қоя алады. Екінші, егерде анықтай алмай жатса дәрігер, то есть қиындықтар туындатып жатса, бөртпенің түрі атипичный болып, басқаша болып шығуы мүмкін. Ондай жағдайда ПЦР анализ тапсыруға болады, яғни жидкостьтің шығып тұрған бөртпенің жидкостьтің жағындасын алып, анализ нәтижесінде егерде герпес зостер анықталатын болса, онда ветрянка екеніне толық көз жеткізіледі. Осы кезден бастап науқасқа ем тағайындалады. Жалпы қандай ем тағайындалады? Ең бірінші, егерде ветрянка екені анықталса, онда сразу карантин 21 күнне міндетті түрде. Екінші, вирусқа қарсы дәрілік заттар тағайындауға болады. Көпшілігіне білетін ацикловир деген противовирусный препарат бар. Осы противовирусный препараттарды негізінен ол тек именно осы жетшешек кезінде қолдануға бағытталған. Именно герпес туындататын аурулар кезінде қабылдауға болады бұл дәріні. Бірақ көп аналар оны білмейді, противовирусный болғаннан кейін кез келген баласының мұрнынан су ағып, кішкене ауыра бастаса, осы ацикловирді беріп жатады, ол қате нәрсе. Сондықтан бірақ ветрянка болып жатса да балаға өздігінен ацикловирді беруге болмайды. Немесе ересек адам болса да ацикловирді беруге болмайды. Міндетті түрде дәрігер тағайындау керек. Стадиясына, деңгейіне қарайды, дәрежесіне қарайды. Соған байланысты тағайындайды антивирусный препаратты. То есть не обязательно. Екіншісі ол симптоматикалық емдер болып саналады. Егерде температура көтерілетін болса, 38-ден жоғары, онда парацетамол дәрісі, парацетамол, ибуфен болуы мүмкін, немесе құрамында парацетамолы бар, эфиралган, цификон свечаларын қолдануға болады. Әрине барлығы дозасына қарап берілуі тиіс. Одан кейін енді тағы бір сұрақ туындайды. Маған ата-аналар жазып жатыр. Не берейін, каламин жағайын ба? Бөртпелердің үстіне не жақса болады? Зеленка жағайын ба, әлде дәрігер каламин берді, каламин жағайын ба деп сұрап жатады. Негізінен дәрігерлер, кешіріңіздер, каламин тағайындады деп жатады, әлде зеленка жағайын ба, қайсысы дұрыс деген сұрақ туындайды. Негізінен екеуінде жағуға болады, бірақ екеуінің эффектісі әртүрлі, әсер ету бағыты әртүрлі. Каламин ол қышынуларды кетіреді негізінен, және аздап құрғатады. Ал зеленка болатын болса, оның құрамында 1% спирті бар, то есть инфекцияға қарсы ғана эффект береді, как антисептик ретінде. Және тағы бір деректерде көрсетіледі, осы зеленканы жағу арқылы соңғы бөртпе қашан шыққанын анықтауға болады. Мысалы үшін, күнде таңертең тұрасыз, баланың үстінде жаңадан шыққан бөртпелерге зеленканы жағып отырасыз.
И последний, мысал үшін, бүгін жақтыңыз, ертеңіне қарасаңыз, жаңадан шыққан ешқандай бөртпе жоқ. Демек, болды, жаңа бөртпелер шығып болды деген сөз. Осыдан кейін 5-7 күн өткеннен кейін сіздің балаңыз уже қоршаған ортаға заразный емес. Оған дейінгі аралықта басқаларға жұқтыруы мүмкін. Осыны анықтау мақсатында зеленканы жағуға болады. Каламин, егер бала денесі қышып, зуд болып жатса, онда каламинді жаққанда жақсы. То есть сіздердің выборларыңызда ол. Егерде қатты қышынулар болса, онда балаға дене салмағына байланысты, жасына байланысты аллергияға қарсы фенистил, мысалы үшін, соларды тағайындап қабылдауына болады. Енді қандай профилактика жасауға болады ветрянканың? Өзге елдерде негізінен вакцина бар, именно осы ветрянкаға қарсы. Неге? Негізі оның жеңіл түрі бар және ауыр түрі бар. Ауыр түрі болмас үшін негізінен вакцинация жасатып отырады өзге елдерде, а біздің елде ол қарастырылмаған. Ветрянка болатын болса, барлық балаларда ол жеңіл түрде өте бермейді. Мысалы, как обычно, типичный түрі бар ветрянканың. Ол басында 2 күн, 3 күн температура беруі және бөртпелердің денесіне шығып, и қабыршақтанып, бағанағындай іздері қалып аяқталуы болып саналады. Басқа ешқандай асқынулар болмауы мүмкін. Ал кейбір түрлері бар ветрянканың, ол жағдайда пневмония болуы мүмкін, немесе жергілікті бала бөртпелердің үстін қышып, и вирустың үстіне тағыдағы бактерия, стрептокок, стафилокок инфекциялар қосатын болса, ол іріңдеп кетуі мүмкін да. И сол жерлерде местный, жергілікті асқынулар беруі мүмкін. Екінші түрі бар асқынудың, ол пневмония дамытуы мүмкін. Бұл да жиі кездесетін асқынуларының бірі ветрянка кезінде. И ең ауыр түрі бар ветрянка кезінде болатын асқыну, ол неврологиялық асқынулар. То есть балада энцефалит болуы мүмкін, мидың бөліктерінде қабынулар тудыруы мүмкін. Бұл ветрянканың асқынулары. Жалпы қазір көп маған осы ата-аналардан сұрақ келеді. Не істейін? Жиі келетін сұрақтың бірі, қайсысын қолданайын? Каламин ба, әлде зеленка ма дейді. Одан кейін біреулері алдын алсам бола ма? Қазір баламның садигінде ветрянка көбейіп жатыр, жұқпас үшін не істесем болады? Қонаққа апармайын ба деп көп сұрап жатады. Бірақ қанша сіз қашқаныңызбен балаңызды олай алып, бұлай алып, бәрібір жұғатын вирус шығады, ол көзге көрінбейді. Сондықтан керісінше балаңыз кішкентай кезінде ауырып кеткені жақсы. Ересек адамдарда ветрянкамен ауру жеңіл дәрежелі, орта, ауыр дәрежелі болып өтуі мүмкін. Ауыр дәрежелі болып өтетін болса, онда мынау омыртқаның бойында корешоктар бар, нерв талшықтары. Сол жерлерге егерде вирустар еніп, зақым келтіретін болса, лишай дейді, көпшілігі біледі ғой, лишай деген. Сол герпес зостердің өзіне тән белгісі, сол лишайды да тудыруы мүмкін. Сондықтан ересек адамдарда асқынумен өтеді дейтіні сол. Егерде ветрянка жайлы сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Егер жоқ болса, комментарийге қалдырыңыздар, мен міндетті түрде жауап берем. Қазір балалар ұйықтап жатқан кезде сіздерге уақыт бөліп, осыған байланысты келіп жатқан сұрақтарды жинақтап, сіздерге жауап беруге тырыстым. Сұрақ бар ма? Сосын тағы айта кететін нәрсе, жаңа туған балаларда, егерде анасы, бағана айтып өттім, босануға дейін 1 апта қалғанда, және босанғаннан кейін 48 сағат ішінде ауыратын болса, онда бала үшін қауіпті. Ал егерде бала одан да жоғары 1 айлық, немесе 2 ай кішкентай кезінде, то есть айына байланысты, емізулі балалар көбіне анасынан иммунитет алып отырғандықтан, олар онша ауыра қоймайды. Бірақ егерде үйде үлкендері ауыратын болса, онда ауру мүмкін. Үйде үлкен балалар ауырса, 1,5 айлық бала жұқтыру мүмкін ба. Жиі емізетін болғандықтан, анасынан иммунитет қабылдап отыратын болғандықтан, ауру жиілігі төмен. Ауырады деп айту төмен. Ауру мүмкін, бірақ вероятность аз. Себебі 3 айға дейінгі аралықта, именно
емізу арқылы, ананың сүті арқылы бала өзіне иммуноглобулин A'ны алып отырады, иммунный клеткалардың барлығын анасынан алып отырады. То есть сол үшін айтамыз біз кез келген ауру кезін, егер кішкентай бала ауыратын болса, жиі емізіңіз деп айтатынымыз сол. Сол кезде иммунитет көтеріледі. Тағы сұрақтарыңыз болса, комментарий арқылы қалдырсаңыздар болады. Сау болыңыздар.